Елімізде соңғы жылдары денсаулық сақтау жүйесін, оның ішінде онкологиялық қызметтерді жетілдіру бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды. Бірақ қабылданған бағдарлама нәтижесінде Қазақстанда онкологиялық қызметті жақсартудың жақсы жақтары орын алғанымен, көптеген мәселелер әлі шешімін таппай отыр. Мәселен, елімізде өлім көрсеткіші бойынша қатерлі ісіктен қайтыс болғандар екінші орында тұр. Жыл сайын елімізде 17 мыңға жуық адам қайтыс болса, оның 16,9% өкпе обыры құрайды. Жалпы қатерлі ісіктерден болатын ауру көрсеткіші де өсіп 9,7%-ға жеткен. В данный момент в нашем государстве существует множество методов. Жалпы обыр ДНК-дағы мутация. Бір жасуша пайда болған мутацияны ішкі механизм арқылы емдесе, оның үстіне иммунды жүйе оны байқамаса ғана обыр пайда болады. Негізі обырдың пайда болуы оңай емес. Жасуша қатерлі ісікке айналу үшін көптеген кедергілерден өту керек. Ең көп кездесетін обыр адамның өз-өзіне тауып алатын қатерлі ісік. Мәселен, жылдар бойы шылым шегесіз, ал оның түтін құрамында ДНК-ға шабуыл жасайтын химиялық заттар бар. Міне сіз күнде темекі шегесіз делік, химиялық заттар күнде шабуыл жасайды. Осыдан барып күндердің күнінде қатерлі ісік пайда болады. Скринингтік тексерулерді посткеңестік елдер арасында бірінші болып бастағанда, оны қазір жүргізіп отырған да Қазақстан. Елімізде аурудың 11 түріне алдын ала ақысыз тексерілуге болады. Алайда дәрігерлер халықтың скринингтен өтуі тиіс бөлігі өз денсаулықтарына салғырт қарайтынын айтуда. В первую очередь, конечно, скрининговые осмотры. Қатерлі емес ісік деңгейі 5-10 жылда қатерлі ісікке айналады. Осы уақытта оны анықтауға болады. Сол себепті біздің емхананың онкология бөліміне келген емдеушілердің әрқайсысымен біз түсіндіру шараларын жүргізіп, тексерістен жиі өтіп тұруына ұсыныс жасаймыз. Өкінішке орай, жыл сайын ғасыр дертіне шалдыққандардың саны артып келеді. Оның ішінде ең көп таралғаны тері қатерлік ісігі. Аурудың алдын алу және ерте анықтау үшін скринингтік тексерістер жүргізіледі. Мамандар бұл дерттен де емделуге болатынын, бастысы уақыт оздырмай дәрігерге қаралу керектігін айтып кеңес береді.